Good day students, how are you? Қайырлы күн құрметті оқушылар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз ағылшын тілі 4-ші сынып Pupil's Book кітабындағы 20 және 21 беттегі тақырыптарды өтетін боламыз. Бірінші орындайтын жаттығуымыз оқушылар exercise number 6, listen, point and repeat. Тыңдаймыз, белгілейміз және қайталаймыз. Яғни оқушылар бұл жерде бізде жаңа сөздерді үйреніп жазып алайық. Бірінші суретте тұрған оқушылар бізде loom деп тұр. Loom ол бізде тоқыма білдегі, яғни тоқыма тігетін станок. Келесі ол бізде аң аулап тұрған бала, яғни hand ол бізде аң аулау. Long house деген оқушылар бізде ұзын үй. Келесі row a boat ол бізде қайық есу. Келесі жерде жатқан таяқтар ол бізде sticks таяқтар. Одан кейінгі wooden bucket ағаштан жасалған себет. Одан кейінгі mat ол бізде балшық. Соңғы wrestle күрес яғни. Ендеше оқушылар 7-ші жаттығуды орындайық. Exercise number 7, look, read and write yes or no. Қара, оқы, жаз, яғни yes немесе no деп жауап беріп жаз еді. Суретке қарап оқушылар сөйлем егер дұрыс болса yes деп, дұрыс емес болса no деп жауап беріп жазамыз. Мысалы бірде былай деп тұр. The red wooden bucket is the smallest of the three дейді. Яғни қызыл түсті бізде ағаштан жасалған себет басқа үшеуіне қарағанда, басқа үш себетке қарағанда кішкентай дейді. Оған yes деп жауап берген. Келесі екінші the boys are wrestling. Балалар күресіп жатыр деген. Суретте күресіп жатқандықтан yes деп жауап береміз. 2-ге де 3. The woman next to the man is holding a board game. Ер адамның қасында тұрған әйел адам не істеп тұр дейді. Яғни board game деген үстел ойындарын, яғни үстелін ұстап тұр дейді. Олай емес қой, яғни no деп жауап береміз. Ол оқушылар тоқыма білдегін ұстап тұр. The next 4-ші a boy is rowing his boat. Яғни ер бала қайық есіп жатыр деген, өзінің қайығын. Ол no деп жауап береміз. Бұл жерде қыз есіп жатыр қайықты. 5-ші one of the men in the long house has got long hair than the other. Яғни ұзын үйдің ішіндегі бір ер адамның шашы басқаларға қарағанда ұзынырақ дейді. Бұл сұраққа yes деп жауап береміз, яғни ұзын. Келесі соңғысы there is mud in front of the long house. Mud деген оқушылар жаңа айттық, балшық, яғни ненің алдында дейді, ұзын үйдің алдында балшық жатыр дейді, яғни балшық бар дейді. Бұл жерде yes деп жауап береміз. The next page, келесі бетті қараймыз оқушылар. Study spot берілген бізде. Бұл жерде оқушылар өткен шақты келіп тұр, яғни бұрыс етістікке және де өткен шақта етістік қалай айналатынын көрсетіп тұр. Мысалы сөйлемде оқушылар етістік келсе live деген оған ed жалғап live деп өткен шаққа ауыстырған. Ол бізде оқушылар past simple, сөйлем былай деп тұр. The Romans lived in the center of Italy. Яғни римдықтар Италияның орталығында өмір сүрді дейді. Яғни бұрын өткен шақта өмір сүрген. Екінші сөйлем they came to Britain 2000 years ago. Олар, яғни Британияға 2000 жыл бұрын келді деген. Come деген сөзді came деп, яғни бұрыс етістікке қойып ауыстырған өткен шақта. Енді оқушылар exercise number 8 8-ші жаттығуда бізде берілген сөздерді бұрыс етістікке, яғни өткен шаққа ауыстырып жазуымыз қажет. Кейбір сөздерге ed жалғанады, ал кейбір сөздер түбірімен өзгеріп кетеді. Мысалы, біріншісіне learn сөзі келген, оған learn деп оны өткен шаққа қойған, яғни бұрыс етістік. Келесі екінші сөйлеммен бастаймыз. Rich people live деп тұр. Бұл жерге live деп ауыстырамыз, яғни ed жалғаймыз. Lived in villas. Бай адамдар, яғни виллаларда тұрған деген. Келесі үшінші both men and women wear makeup. Бұл жерде оқушылар wear сөзінің бұрыс етістігі wore болады, яғни wore деп жазамыз. Төртінші they make-ді оқушылар made деп ауыстырамыз, яғни бұрыс етістігі made болады. They made their houses from mud. Бесінші they
watch, яғни қарау деген, watch. Ол жерге оқушылар ed жалғаймыз, оның бұрыс етістігі жоқ, яғни бұрыс етістігі жоқ сөздерге ed жалғанады. They watched shows in big stadiums. Алтыншы, they write. Write-тың бұрыс етістігі бар, wrote болады. Келесі 9-шы to exercise number 9, read in the circle. Оқы және дөңгелекте деген. Яғни оқушы дұрыс жауапты және де тыңдап тексер деген. Оқушылар ендеше бізде тыңдалым тапсырмасы, тыңдалымға қарап дұрыс жауапты белгілейік. The Aztecs were very interesting people, but actually they didn't call themselves the Aztecs. They called themselves the Mexica. They were very fit and played a lot of sport. Boys and girls went to school, but they didn't go to the same school. They went to different schools. To the Aztecs, cocoa beans were very important. They even paid for things with cocoa beans. And did you know that they drank chocolate to make them strong and healthy?